Здравствуйте, ребята! Урок номер 5. Символы Казахстана – наша гордость. Қазақстанның рәміздері – біздің мақтанышымыз. Ты будешь составлять по опорным словам связанные предложения, находить значение незнакомых слов, соблюдать грамматические нормы. Тірек сөздері арқылы байланысқан сөйлемді құрастырасың, және де таныс емес сөздердің мағынасын табасың, грамматикалық норманы сақтайсың. Упражнение 1. Назови слово. Сөзді ата. Двигаясь по стрелочкам, составь слово из букв. Узнай значение этого слова. Пользуясь энциклопедией или интернетом, запишите в тетрадь значение этого слова. Бағыт арқылы әріптерден құралған сөзді табамыз, және ол сөздің мағынасын энциклопедиядан немесе ғаламтор арқылы тауып дәптерге жазып аламыз. Это слово символы. Бұл сөз символдар. Упражнение 2. Прочитай. Оқы. Символы – это рисунки, знаки, заменяющие слова. У любого государства есть свои символы, которые отражают историю государства, народа, их традиции. Это государственная символика, флаг, герб, гимн. Это знаки единения народа. Есть они и у нашей республики Казахстан. Каждый гражданин страны обязан знать и с уважением относиться к государственным символам. Символдар – бұл дегеніміз суреттер, яғни сөздерді ауыстыратын белгілер. Әрбір елде, әрбір мемлекеттің өзінің символдары бар. Яғни елдің тарихын, халықтың салт дәстүрі мен әдет-ғұрпын білдіреді. Оны мемлекеттік рәміздер деп атайды. Оларға елтаңба, әнұран және ту жатады. Бұл халықтың бірлігінің белгісі. Бұл мемлекеттік рәміздер Қазақстан Республикасында да бар. Мемлекеттік рәміздерді елдің әрбір азаматы білуге тиіс және құрметпен қарауға міндетті. Что есть в каждой стране, в том числе Казахстане? Әрбір елде, Қазақстанда не бар? Что означает государственные символы? Мемлекеттік рәміздер нені білдіреді? Что обязан знать и уважать гражданин страны? Елдің азаматы нені білуге және құрметтеуге міндетті? Перескажи текст. Мәтінді ауызша айтып бер. Найди значение слова герб и запиши в тетрадь. Елтаңба сөзінің мағынасын тауып дәптерге жазамыз. Герб – это отличительный знак государства. Елтаңба дегеніміз мемлекеттің айрықша белгісі. Упражнение 3. Соотнеси, сәйкестендір. К слову на русском языке правильно подбери слово на казахском языке. Запиши. Орыс тіліндегі сөзге қазақ тіліндегі сөзді сәйкестендіреміз. Герб – елтаңба, флаг, ту, гимн, әнұран. Знаешь ли ты, что 4 июня 1992 года были впервые утверждены государственные символы независимого Казахстана? Білесің бе, 1992 жылы 4 маусымда тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік рәміздері бекітілді. Упражнение 4. Измени, өзгерт. Прочитай предложение, изменяя слова в скобках. Запиши правильно. Жақшаның ішіндегі сөздерді өзгерту арқылы сөйлемді оқы және дұрысын жаз. Государственные символы могут рассказать об истории страны. Мемлекеттік рәміздер ол елдің тарихын білдіреді. Голубой цвет на государственном флаге является символом мира, единства, благополучия. Мемлекеттік тудағы көгілдір түс ол бірліктің, бейбітшіліктің және ынтымақтастықтың белгісі. Упражнение 5. Составь предложение, сөйлем құрастыр. В Казахстане есть свой гимн, герб, флаг. Қазақстанның өзінің әнұраны, елтаңбасы және туы бар. На флаге есть солнце и беркут. Туда күн мен бүркіттің бейнесі бейнеленген. На гербе есть шаңырақ. Елтаңбада шаңырақ бар. Он означает общий дом, мир, единство людей. Ол ортақ үйді, бейбітшілікті және бірлікті білдіреді. Упражнение 6. Допиши предложение. Сөйлемді толықтыр. Автором государственного флага Казахстана является Шакен Ниязбеков. Мемлекеттік тудың авторы Шакен Ниязбеков. Авторами государственного герба Жандарбек Малибеков, Шотаман Алиханов. Мемлекеттік елтаңбаның авторлары Жандарбек Малибеков, Шотаман Алиханов. Авторами государственного гимна Республики Казахстан являются Нурсултан Назарбаев, Жумекен Нажмиденов.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының авторлары Нұрсұлтан Назарбаев және Жұмекен Нәжмеденов. Упражнение 6. Дополни, толықтыр. Я горжусь нашим флагом. Это символ мира и благополучия. Мен біздің туымызбен мақтанамын. Бұл бейбітшілік пен ынтымақтастықтың белгісі. Я горжусь нашим гербом. Это символ ясного будущего нашего народа. Мен біздің елтаңбамызбен мақтанамын. Бұл біздің болашағымыздың, жарқын болашағымыздың белгісі. Я горжусь нашим гимном. Это символ нашей свободы и независимости. Мен біздің әнұранымызбен мақтанамын. Бұл біздің еркіндігімізбен және тәуелсіздігіміздің белгісі. Урок окончен. До свидания.